әріптің басы және ортасы соңында деп бөлуіне, яғни түрленуіне байланысты біз екінші жарты сабағы бисмилла сот әрпіне келдік. Сот пен дот бір-біріне ұқсас, тек нүктемен не ажыратылады. Сот, сот әрпі сөздің басында сомәдә, ортасында нәсоро, сөздің соңында нәқосо, сөздің ортасы мен басындағысы ұқсайды бір-біріне. Соңында келетін мен жеке тұратыны ұқсайды. Дот әрпі сөздің басында доробе, хадоро, мәрилдо. То және зо әрпі бір-біріне ұқсайды. Тек бір нүктемен не ажыратылады. То сөздің жеке тұрғанда, сөздің басында толәбә, ортасында бәтиро, сөздің соңында бәсето, жеке тұрғанда зохиро, назоме, жахазо, айн әрпі жеке тұрғанда алима, жа'ала, шаби'a. Айн әрпі мен ғойн әрпі бір-біріне ұқсас. Тек нүктемен ғана ажыратылады. Және де менімен бірге дауыстап қайталаңыздар. Дауыстап. Сол кезде пайдасын береді. Дауыстап. Бисмилля. Ғойн жеке тұрғанда ғо, жуан әріптен ғоробо, сөздің ортасында сәғибә, сөздің соңында хәмәғо, фә әріпі фәхима, нәфәро, сөздің соңында хосәфә, қоф әріпі қософә, нәқоро, тофиқо, кәф әріпі кәзәбә, нәкәсә, уфикә, ләм әріпі ләғибә, құлтә, бәсолә, мим әрпіне кеп біз. Соңғы 5 әріп, иншаллах, сомен сөздің басында, ортасында, соңында деген сияқты әріптер аяқталады, иншаллах. Мим, мәторо, сәми'a, жахама, нун, нәзәлә, صنع لحنا وجد قوم سهو هلك سهم وجوها يا يرب يتما طير راضية я ербі кей кезде нүктесі болмаса да и болып оқылады. Родия. Мына жерде кәсіра болу керек негізі.
Родия. Родия. Осымен бұл сабақ аяқталады. Келесі жолы басқа сабақта өтеміз.